Даиш террористік ұйымы адамдардың исламға, Құранға, сүннетке, пайғамбарға және мұсылмандарға деген жек көрініш сезімдерін ояту үшін құрылған бір жоба. Ұйымның өзге тұрмақ мұсылмандардың өзіне ислам дегенің Даиштің жасап жатқандай бас кесу, нақақтан нақақ кісі өлтіру, бүлік шығару болса, мен мұндай дініңмен өмір сүрмей-ақ қояйын дегізу үшін және кейбір халықаралық күштердің белгілі бір аймақтарда өздерінің саяси мүдделері мен мақсаттарын жүзеге асыру үшін құрылғаны анық. 140-тан астам мемлекеттен тілі, ұлты, нәсілі, мемлекеті, діні, мәдениеті бөлек 40 мыңнан астам әртүрлі содырларда құрылғанына көп бола қоймаған бір ұйымның адам өлтіру үшін және өзінде өлімге қию үшін қысқа уақыттың ішінде жинап алу мүмкін бе? Әлбетте, артында үлкен халықаралық күш тұрмаса мүмкін емес. Өкінішке қарай біздің елден де талай отбасының шаңырағы ортасына түсіп, талай туыстық қарым-қатынастар үзіліп, Даишке қосылу үшін қаншама азаматтарымыз отанын тәрк етті. Солардың кесірінен ата-баба дінінің атына кіргеліп, бірдің кесірі мыңға тиді. Мемлекетіміздің де тұрақтылығы мен тұтастығына сынақ ағылмақшы болды. Бірақ мемлекетіміз бейбіт мамыражай елін тастап, шариғатпен басқарылатын ислам мемлекетінде өмір сүреміз деп оттың ортасынан бірақ шыққан қаракөз қазағын өлімге қимады. Кейбір мемлекеттер Сирияға аттанып кеткендерді шекарасына кіргізбей қойып жатқанда, Қазақстан Орта Азияда алғаш боп 5 рет арнайы жусан операциясын ұйымдастырып, барлығы 595 адамды елге алып келді. Олардың ішінде 33 ер, 156 әйел, 406 бала бар. Бұлардың барлығын оңалтып қоғамға қайта бейімдеу қыруар қаржы мен қажыр қайрат жұмсауда. Еліміз ешбіреуін өзекке теппеді, бауырына басты, құшағына қысты. Бейбіт күннің астында жаңа өмір бастауларына мүмкіндік жасауда. Жұмыссыздарын жұмыспен, құжатсыздарын құжатпен, балабақшасыздарын балабақшамен, азықсыздарын азықпен қамтамасыз етуде. Ал қаншама жетімдеріне пана болуда. Себебі мемлекет әке, мемлекет ана. Ендеше мемлекетіміздің қадірін білейік, бейбітшілігіміздің баяндығын тілейік.